Отыра қойыңыздар. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Енді барлығымызда интербелсенді тақтаға назар аударатын болсақ, сабағымыздың тақырыбына шығайық. Яғни тақтаны не байқап тұрсыздар? Табиғат ресурстары, тағы да ауаның ластануы, жақсы. Және де жақсы жарайсыздар оқушылар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз, яғни табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. Бүгінгі оқу мақсатымыз табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалаймыз. Олай болатын болса, оқушылар, барлығымызда видео материалға назар аударайық. Біз жыл сайын алдыңғы жылға қарағанда көбірек қоқыс өндіреміз. Егер осы өсу бағаны сақталса, біз әр 25 жыл сайын қоқыс санын 2 еселеп отырамыз. Егер ол дұрыс жиналмаса, ластану күшейеді. Жердің ластануы жер қыртысының топырақтың негізгі ластаушылардың бірі тұрмыстық қоқыспен бөлінуін айтамыз. Қоқыстар көбінесе жерде қазылған қоқыс шұңқырларына көміледі. Халық саны өскен сайын қоқыс таулары өсіп, жарамсыз қалдықтарды тастайтын жер таусылуда. Қоқыс бірте-бірте шірейді, бірақ кейбір материалдардың толығымен ыдырауына жүздеген, тіпті мыңдаған жылдар кетуі мүмкін. Қоқыс шірігеннен кейін көмірқышқыл газы мен метан сияқты парниктік газдар бөліп шығарып, ғаламдық жылынуға әсер етеді. Кейбір қалдықтар құрамында жер асты сулар мен топырақты ластайтын аккумулятор қышқылы сияқты улы заттар бар. Біз азырақ тұтыну, биоқорғағыш заттарды көбірек қолдану және қалдықтарды қайта пайдалану арқылы жерді қорғай аламыз. Қоқыс шөпшегіндегі заттардың 80% шыны, пластик, металл және қағаздан тұрғандықтан оларды қайта өндіруге болады. Бірақ біз бұл мақсаттан алыстамыз. Көп елдерде тасталған қоқыстардың аз ғана бөлігі қайта өңделеді. Бұл жер ластануының тек бір ғана себебі. Пестицидтер мен ауыл шаруашылық қалдықтары да топырақты бүлдіреді. Сондай-ақ химикаттар, металдар мен қағаздар жасайтын зауыттардың барлығы қоршаған ортаға зиян келтіретін қосымша өнімдер шығарады. Ашық тау-кен жұмыстары топырақты ластайтын улы қалдықтар шығарады. Дұрыс сақталмаған жағдайда жүздеген, тіпті мыңдаған жылдар бойы радиация шығаратын ядролық қалдықтар аса күрделі қиындықтар әкелуі мүмкін. Жердің ластануына ауыл шаруашылығы, өндіріс және біздің әрқайсымыз кінәліміз. Бірақ бәріміз қолдан келетінді істесек, өзгеріс жасауға әлі де уақыт жеткілікті. Жақсы оқушылар, тақтарамызды жақсы бейнебаян көрген болатынбыз, яғни қоршаған ортаға әртүрлі ауыл шаруашылығы болсын, өндіріс болсын, сонымен қатар біздің күнгі шығарып жатқан қоқыстар барлығы да қоршаған ортаға зиянын келтіріп отыр. Жалпы қоршаған ортаға табиғатты пайдаланудан келетін қандай кері әсерлерін айта аласыздар оқушылар? Кім айтады? Бір-екі оқушының. Жақсы. Жалпы менің айтқым келгені ол жер асты ресурстарын алу. Осы жер асты ресурстарын алған кезде қалдық заттар жердің үстіне қойылады. Соның әсерінен лас токсиктік ауалар, заттар ауаға тарап, осы адамдардың осы ауаға кері әсерін тигізеді. Пайдалы қазбаларды өндіру. Пайдалы қазбаларды өндіру арқылы біз жер асты ресурстарын аламыз және ол жерден түрлі жер деградациясы және де орман ресурстарында және түрлі зауыттардан қалған қалдықтар, олар мысалы олар көптеген земгілдерге қойылып ластанады. Жақсы оқушылар, жарайсыңдар. Енді барлығымызда бүгінгі күннің жадын жазып, дәптеріңізді ашып, бүгінгі жаңа тақырыпты жазып отырып, және де тапсырма орындаймыз.
Birinchi qator, ya'ni birinchi top o'quvchilari tabiatni foydalanish turlarini aytasizlar sizlar. Ikkinchi top tabiatni foydalanish turlarining qo'shgan o'rtaq asarni o'rtamga aytasizlar. Al uchinchi top Қазақстанда табиғатты пайдалану ерекшеліктері мен оның қоршаған ортаға қандай әсерлерін білесіздер. 1-2 минут уақыт дайындалуға берейік сіздерге. Содан кейін әрмен қарай бүгінгі сұрағымызды жалғастырамыз. Жақсы тапсырма орындай берді. Ал жоқ мен ағай дайынмын, ауызша айтамын деген оқушылар болса, дұрыс айта беруіңізге болады. Жақсы, қандай? Жалпы бізге берілген тапсырма ол табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсері. Жалпы табиғатты пайдалану кезінде оның қоршаған ортаға әсері етеді. Мысалы, жаңағы айтып кеткендей, кеңді пайдалы қазбаларды өндіру барысында ауаға көптеген шаңды дауылдар тарайды. Сонымен қатар осы кен орындарының қазған уақытта жер эрозияға ұшырайды және жердің босап қалуына келеді. Ол өз кезегінде жаңағы жердің топырағының құнарлығын құртады. Сонымен қатар осы кенді пайдалы қазбалардан қалған қорымда, яғни тесік болады, солар жалпы көмілмей қалады. Сондықтан ол жердің құнарлығы азаяды. Дұрыс айтасыз, жердің құнарлығы азаяды. Тағы да оқушылар дайынмын деген оқушылар бар ма? Егер дайын болса, бұяңын ете берейік оқушылар. Әр топ өзінің сұрағына байланысты жауап бере қойса. Табиғатты пайдалану түрлеріне мен жаңағы қағазды жасауды айтар едім. Яғни қағазды біз ағаштан жасаймыз. Осының әсерінен, заманның даму әсерінен осы қағазды өндіру өте ауқымды процеске айналды. Бұның әсерінен түрлі орманды далалар, түрлі ормандар ағаштарды қырып, табиғатқа осы ауаға кері әсерін тигізеді. Яғни ағаштардың арқасында бізде фотосинтез процесі жүргендіктен ағаштарсыз бұл процесс жүрмей ауаға кері әсерін тигізеді. Яғни біз байқасақ, қазіргі адамдардың денсаулығы өте төмендеп, көп ауруша болып кетті. Менің ойымша ол осының әсерінен. Яғни біздер табиғатты пайдаланған кезде өзімізге қажетті заттарды ала отырып, қоршаған ортаға деген зиянымызды келтіріп отырамыз. Яғни қарама қайшылық байқалады бұл кезде. Жақсы, тағы да кім алып қосады екен? Жақсы, білеміз. Бізге қойылған сұрақ Қазақстандағы табиғатты пайдаланудың ерекшеліктері, оның қоршаған ортаға әсері. Бұл сұраққа жаңағы видеоматериалмен жауап беруге болады деп ойлаймын. Өйткені видеоматериалда көрсетілген Қазақстандағы қалай қажет емес заттарды қалай пайдаланады, қажет заттарды қалай қолданады, және де көп адамдар кетіп бара жатқан кезде өзінің қоқыстарын жерге лақтырады. И ол табиғатқа кері әсерін тигізіп жатыр. Жақсы. Жалпы әр азамат бірінші өзінен бастауын қажет деген түйінді келіп отырмыз. Жақсы. Тағы да Рила. Қазақстан Республикасының 31-ші бабында көзделген мемлекет адамның денсаулығы үшін қолайлы ортаны қорғауды мақсат етіп қояды. Сол адамның денсаулығына қатер төндірген жағдаяттарды лауазымды адамдардың жасыруы ол заң бойынша жауапқа тартылады делінген. 1997 жылы 15 шілдеде қабылданып, 2004 жылы номер 8 ол заңмен өзгертілген табиғатты қорғау заңы ол Қазақстан Республикасының табиғатын қорғайтын заң болып табылады. Ол болашақ және қазіргі ұрпақтың мүддесін қорғауға экономикалық әлеуметтік негізден анықтайды. Және де Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтар бар. Жақсы. Тағы қай топтан қандай оқушылар айта қоятын алып қосарларыңыз бар ма? Айша? Қазақстан Республикасының Конституциясының 1997 жылы 18 наурызда экологиялық сараптама туралы заңға сәйкес қандай да бір шаруашылықты жүргізу ол оң нәтиже бермейінше жүргізілуге тыйым салынады. Яғни бұл дегеніміз
сіз көрсеткен бейне материалда айтқандай жалпы шаруашылық үшін табиғи ресурстарды пайдалану кейде кері әсерін де тигізуі мүмкін. Мысалы, пестицидтерді қолдану, олар топырақтың ландшафтысын бұзып, яғни ауаны да ластауы мүмкін. Жақсы, жарайсыздар оқушылар. Жалпы бірінші тапсырма бойынша біздер толық мәлімет алып болдық.